Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге Нубик достар. Бүгін біздер выживаниямыздың екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Достар, сендерге осы бөлім ұнат деген үміттемін. Бірінші бөлім. Достар, мен осы майнкрфттың атын Қарапайым майнкрфт деп қоятын болам. Бұрын Нұрлан қаланып түсірген болатын. Достар, соны мен осындай жалғастыратын болам достар. Осылай енді үй салам, және де түрлі заттар салатын болам. Сендер айтыңдар, соны бәрін салатын болам. Комментке жазыңдар достар. Мына жерде қазір жителдердің үйі, мен мына жерге үйімді салған болатын достар. Екінші бөлімді негізі достар сендерге түсірдім, бірақ дауысым жазылмай қалыпты. Сол себептен енді қайттан түсіріп жатырмын достар сендерге. Дауыс болмағасын енді сендерге қызық емес болғандықтан енді қайттадан түсіруге тура келіп тұр достар. Мендер мына жерде бірінші этажында салдым үйімнің. Енді достар, мендер қазір екінші этажын салу керек. Екінші этажын салу үшін бізге осындай мен заттар жинаған болатынмын. Екінші этажын салу үшін бізге ағаш көп керек бізге. Достар, шынымды айтайын, ағаш көп керек мына жерде. Мына жерде бетіп неге айналдырып жібереміз. Осылай баспалдақ істейміз. Екінші этажын салу үшін енді бізге баспалдақ қажет болады достар. Смело лайктарыңды басып отырыңдар. Қай жерден баспалдақ істесек болады екен достар? Мына жерден екі шеттен істесек қалай болады? Екі шеттен осылай істесек. Мен ойланып тұрмын. Мынандай жерден істесем қалай болады достар? Осылай. Мына екі шеттен осылай, және де осылай, және де осылай. Және де мына шеттен істесем қалай болады достар? Мінекей осылай әдемі шығатын секілді менің ойымша. Мына жерден бетін жауып тастайын мен. Түгел жауып тастайын осылай. Осылай. Және де осылай достар. Міне осы екі шеттен мінетін болам әлде? Не красиво болып қалды ма? Осылай тұра берсін достар, әдемі секілді. Екінші этажын біз саламыз, және де біздер қазір мына жерден бейтіп осындай полблок істейтін боламыз. Полблоктан енді осылай әдемі шығады деген үміттемін. Осылай салшайық біз екінші этажын полблоктан толтырып осылай. Мына жерге салынбай қалды ма? Қалай? Осылай бізде екінші этажын осылай салатын боламыз біздер. Осылай бізге жетпей қалыпты. Енді біздер ағашымызды осылай қайтадан істейтін боламыз достар. Ал лайктарыңды басып отырыңдар достар. Осылай. Екінші этажын тез салып тастайық. Ой, блин, мына жер дұрыс салынбай қалды. Осылай. Ана жерден гүлдерді жинап, стеклодан әдемі стекло істеу керек бізге. Оны артынан көре жатармыз. Мына шетке салынбай қалды бізге. Мына бетін жауып тастайын мен. Полностью осылай жауып тастайын. Мына бетін бар ғой. Стенаны. Осылай бізге. Осылай саламыз. Және де осылай. Мен балтам қайда? Осылай алып тастаймыз мынаны. Бізге екінші этаж готово десек те болады достар. Уже дайын бізде. Бізге полблок керек. Мінекей достар, уже екінші этаж дайын болып қалды. Енді осылай екінші этаж деп бұңы мен крышасы уже дайын болып қалды. Уже екінші этажын әлі салған жоқпыз достар. Мен екінші этажын салсам бекен достар, қалай ойлайсыңдар? Енді бірінші видеода сендерге толығырақ көрсете алмадым. Енді ол видеода енді достар, ол видеода мен үй салған жоқпын, жай ғана жителдермен жүрдім достар, сендерге таныстырып. Мынаны салған достар, мен салғанымды сендерге көрсете алмадым. Себебі енді дауысым жазылмай қалды, маны айтып өткендей. Енді сондықтан екінші бөлімін келесі бөлімге қалдыратын болам достар. Осы бөлімде енді мынаның ішін істеймін достар. Ішін істейтін болам. Мына жерде кішкене бізде лагайт етіп кетіп жатыр. Мынаны еге салайыншы мен мына жерге, бір жерге. Мынандай жерге еге салайын мен. Еге салдық біз. Енді үйімізге кірейік достар. Осылай есігім жауып қоям. Есігім өте әдемі деген үміттемін. Осылай. Біздер мына жерге бір комнат істеп жіберсек қалай болады достар? Ойлайсыңдар ма қалай? Әдемі болады деп ойлайсыңдар ма? Енді бізге әдеміліктің қажеті жоқ мына жерде, мына үйге. Мына жерде енді книжка, полка, анау мынау тұратын жер ғой, мына жерге бүйтіп салып қояйын. Яғни склад болады бізде екі жерде. Осындай.
мына жерде бізде яғни жуынатын жер ма, білмеймін, сондай бірдеме істеп қояйын. Екеуі де склад болсын бәлде. Так, мына жерде терезе болсын, мына жерде терезе, печканың қасында терезе болған бір түрлі сияқты. Кішкентай терезе тұра берсін. Осылай. Және де мына жерде терезе тұра берсін, достар. Мына екі шетке мен есік істей салайын. Есігім қайда менің? Так, есік десе, есік бізге екі есік керек негізінде. Осылай. Және де осылай екі есікті жаба салайық. Мінекей достар, уже екі есік дайын болды бізде. Өте керемет деген үміттемін, достар. Сендерге енді көрсете алмадым осы үйді қалай салғанымды. Енді достар, ренжімеңіздер, енді дауысым жазылмай қалды. Ол неде? Так, осы достар, мінекей мына жерін салып жүрейін мен. Так, полублок керек бізге. Полублок қайда екен бізде? Полублок мінекей. Осылай істей саламыз. Төбесін бірден жауып тастайын ба, қалай ойлайсыңдар достар? Так, осылай. Осылай. Негізі мына шетке басалда керек емес сияқты, жақсы сала берейін. Так, бізге осылай салып шығатын боламыз. Так, бізге полублок өте көп керек. Осылай толтырып істейтін боламыз, достар. Енді лайктарыңды басып отырыңдар. Егер де мені қолда болса, лайкпен қолдасаңыздар, міндетті түрде келесі бөлімді шығаратын болам, достар. Сендерге қызығырақ. Және де достар, комментке жазуды ұмытпайық. Келесі бөлімде не салам, соны комментке жазыңдар, достар. Так, осылай Нұрлан Қалановтың осындай несін жалғастыратын болам, достар. Сендерге осындай нәрсе ұнаса, лайк басыңыздар әрнене. Так, мына жерге бізге яғни печ істеу керек та, андай жоғарында не тұратын печка істеу керек. Үстін шығатын ба, қалай ет? Так, бізге балта керек. Ой, мен темір балтам анда салып қойдым ба не? Так, бізде мына жерде, ой, мен балтамды ұмытып кеттім, достар. Балтамды алып алайын мен. Так, мына жерде мен балтам қайда? О, мен темір балтам, достар. Мен шахтаға барған болатын, достар. Сендерге айтуға ұмытып кетіппін. Шахтадан енді кішкене железа тапқан болатын, бірақ ондай көп нәрсе тапқан жоқпын. Так, мына жерде мен полублоктарым қайда? Толтырып істеген сияқты едім. Уже бітіп қалды ма не? Мәссаған, полублок өте көп керек екен, достар, мұнда. Так, осылай көп жасайтын боламыз. Полублокты осылай. Уже бір стак болып қалды, достар. Қараңыздаршы, мен уже толтырып ағаш жинаған болатынмын. Сендерге айтуға ұмытып кетіп жатырмын, достар. Мінекей. Так, осылай. Екінші этажын осылай салатын боламыз. Уақытша осылай жауа тұрамыз енді. Так, мына жерде криперлер жүрген. Үйім жарып кетпесе болар еді енді негізінде. Осылай әдемілеп салатын боламыз, достар. Так, мына жерде пауктар жүр, маған келе жатыр ма? Келе көрмедік. Осылай төбесін жауып тастаймыз. Енді бүгінгі бөлімде, достар, нені стеклосын жаппайтын болам, яғни терезесін. Оған енді песок бар мына жерде, бірақ пісіруге, несуге ерініп тұрмын, достар. Мінекей, уже бізде екінші этажы дайын болып қалды, тамағымызды жеп алайық біз. Яғни мен свиньяларды өлтірген болатынмын. Мінекей, достар, қазір мен фонаригім қайда? Так, фонарик. Аны үйде фонарикті алып келуге ұмытып кетіппін, достар. Бір фонарик қалып, жақсы қазір алып келейінші мен. Криперлер жарып кетпейм екен үйімді. Так, мына жетелдердің үйіне барып келейін. Мен жетелдердің үйлерінен, достар, мен полын ұрлап кеткен болатын, яғни полын сындырып кеттім. Қай үйде еді мен? Пол сындырып кеттім осы бір үйде. Так, аны үйде сияқты мен, осы үйде ғой, достар. Және егіндерін жинап алған болатынмын, тағы да өзі өсіп қалыпты, мінекей полын ұрлап кеттім мен қасқаларын. Бұлар енді тұра берсін, өздерінің ауылдарын тұра берсін, егіндерін алып кетейін мен. Алдағы уақытта егін егетін болам, достар. Достар, уже менде идея табылды. Келесі бөлімге қалай идея не істесем болады. Яғни ферма ашсам қалай болады, достар. Үлкен ферма, яғни егіннің фермасы. Үлкен етіп салатын болам. Келесі бөлімде сендерге қызық болады деген үміттемін. Егер де сендер комментке жазбай жатырсаңыздар, осындай мен уже егін идея табып қойдым, достар. О, мына жерде криперлер өте көп екен, зомбилар. Зомби, маған несіне қатысып, мына жерде свекло бәрі өсіп тұр. Бұның бәрін алатын болам. Бұлар тұра берсін енді, мен өсе берсін, керек кезде ала қоярым, достар. Бұл ауыл енді маған көп көмектесті. Бұл ауылдан енді керек заттарымды алып тұратын болам, достар. Ой, мен фонарикті алам деп ұмытып кеттім. Фонаригім қайда екен менің? Так, мен фонаригім қайда екен?
Мына фонариктерді алып кетейін да мен. Кителдерге керек емес болар деген үміттемін. Так, осылай. Ой, зомби келатыр. Ой, жоқ бол жынды ма? Жоқ бол жынды кет бір. Құры. Так, біздер енді мына жерде лава бар екен өзіміздің. Енді алдағы уақытта атқа баратын боламыз. Яғни өздеріңде білетін шығарсыңдар. Яғни обсидианнан портал істеп атқа баратын боламыз достар. Оған бару өте оңай. Бәлкім келесі видеода барып қалармыз достар. Бәлкім сендерге көрсетпей енді барып қалармын, білмеймін, видеоға түсірмей. Так, осы жерге келдік, үйімізге келдік достар. Енді песокты жинап, мына жерден стекло істей салармын достар. Сендерге қызық болар. Мына жерге менің складтарым тұрады. Анау соған сандық істей салайын қазір бірден. Так, зомбилер мен есігім сындырып кетпей ме? Қалай ойлайсыңдар? Так, сындыра алмайтын шығар да. Так, осылай жинап алайық біз. Мына жерге сандығымды қойып қояйын, складыма. Осындай типа. Осылай. Так, складтарым салып қоятын болам. Ой, мына жерге зомбилер кіре алмайтын шығар, бірақ кіре алмайтын секілді. Енді келесі неде салып қоятын болам достар. Осымен менің видеом аяқталды. Сендерге осы видео ұнады деген үміттемін. Ұнаса лайк басыңыздар. Келесі бөлімде енді бұдан да қызығырақ шығаратын болам достар. Енді екінші видеом дұрыс жазылмай қалды достар. Осыны тағы сендерге түсіріп отырмын достар. Ал давайте аман болыңыздар достар. Келесі бөлімде не саламыз, оны міндетті түрде комментке жазуды ұмытпайық достар. Ал сендермен болған Нубик. Давайте достар.